Баршаңызға сәлем. Келе жатқан наурыз мерекесімен шын жүректен құттықтаймын. Бүгін сіздермен наурыз көже дайындайтын боламыз. Әркімнің жасалу жолы әртүрлі. Мен осы тәсілмен жасадым, өте керемет шықты. Ең алдымен бізге қазы, сүрленген ет, жүгері, маш, арпа, бидай, яғни өз қалауыңызша сондай дәнді дақылдар, құрт және де айран қажет. Ең алдымен мен сары жүгерімен осындай бидайымызды пісіріп алдым. Жақсылап жұмсарғанша кейін етімізді арнайы суға салып осылай қайнатып пісіріп аламыз. Қазымызды тесуді ұмытпаңыздар. Енді піскен етімізді сүзіп алып, ішіне маш және де күрішті салып піскенше қайнатамыз. Машта арнайы дәнді дақылдар сататын жерден іздеп көрсеңіздер болады. Барлығын піскенше жұмсақ болып осылай видеодағыдай қайнатып аламыз. Енді піскен бидайымызды және де жүгерімізді саламыз. Піскен етіміз бен қазымызды майдалап турап қосамыз. Енді әркім өз қалауынша қатық немесе құртты езіп қосса болады. Мен бұл жерде құртқа сорпа қойып қойдым. Жақсылап езіп алып, осыны сорпа қосамын. Осы жерде байқасаңыздар, кішкене кеспе қосып жібердім. Ол өз қалауларыңызша. Және де айран қосамыз. Мінекей, осымен біздің наурыз көжеміз дайын. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте керемет болады. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Оспан, Диана. Ұнаса лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.